стаканға акт судан құйып аламыз. Акт су ол кальций гидроксидінің мөлдір ерітіндісі екенін білесіздер. Акты суға киіп аппаратынан көміршіл газын жібереміз. Кальций гидроксиді мен көміршіл газ әрекеттесіп, акты су лайланып, ақ тұнба түзіледі. Ол кальций карбонаты. Егер көміршіл газын жіберуімізді әрі қарай жалғастырсақ, ақ тұнба еріп, кальций гидрокарбонаты түзіледі. Түзілген кальций карбонаты сумен және көміршіл газмен әрекеттесіп, кальций гидрокарбонатына айналды. Біз бұл тәжірибеден кальций карбонаттың суда ерімейтін, ал кальций гидрокарбонаттың суда еритінін көрдік.